Біз 20 миллион емес, 30-40 миллионға барған халықпыз Қазақстанда тұратын. Ол жерде де өтірік бар. Егерде біз 20 миллион болсақ, 14 миллион, 15 миллион қазақ болса, 17 облыс, 3 қалада қазақ мектептеріне неғып бала сыймай жатыр? Мүмкін емес нәрсе. Ол осыны бір зерттеу керек. Себебі мыңдаған, миллиондаған мектептер салынып жатыр, бірақ қазақ мектебіне орын жоқ. Сыймайды. Бала мектеп тапшылығы, таршылығы жетіп артылады. Сондықтан да біз анау айтқандай 14-15 миллион қазақ емеспіз Қазақстанның өзінде. 20 миллион да өтірік болуы мүмкін. 30-40-қа барған шығарымыз. Өйткені неге бюджет жетпейді? Өйткені неге 40 миллиондық халыққа 20 миллиондық бюджетті беріп отыр жыл сайын. Ол өкіметке пайдалы.